Сағат түнгі 3-тен енді асты. Үй тып-тыныш. Сол тыныштықтың өзі адамға жайсыздық сыйлайтындай. Мен ұйықтай алмай жатырмын. Себебі дәлізден әлдебір сыбдыр естіледі. Алғашында оны жай жел деп ойладым. Сосын сағаттың тықылы шығар деп те ойладым. Бірақ сыбдыр қайтадан естілді. Ол «Есікті аш», деді. Дене бойым лезде мұздап кетті. Үйде менен басқа ешкім ояу емес, бәрі шырт ұйқыда. Әкем, анам, інім бәрі де ұйықтап жатыр. Дәлізге шығуға қорықтым. Тек есіктің саңылауына қарап, демімді ішіме тартып жаттым да, тағы да «Есікті аш, мен кіре алмай тұрмын», деді. Бұл дауыс маған өте таныс. Менің әпкем 1 жыл бұрын көлік апатынан қайтыс болған. Ол соңғы рет ауруханада жатқанда мен оған баруға үлгермегенмін. Көзіме жас келді. Телефоным дір ете қалды. Бейтаныс нөмірден хабарлама келді. «Мен сырттамын», депті. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Орнымнан тұрып бөлме есігіне жақындадым. Дәлізде жарық жоқ, тек ай сәулесі еденге сызықтай түсіп тұр. «Мен тоңып тұрмын», деді әлі дауыс. Құлағым шиқылдап кетті. Бұл тірі адамның дауыстан аумайтын болды. Мен есіктің көшесінен қарадым. Дәліз бос, бірақ айнаның алдында біреу тұр. Ол мен, өзім. Көзімде тіремес бірдеңенің суығы бар, ал ернім баяу қозғалуда. «Есікті аш!» Мен артқа шегіндім. Жүрегім дүрсілдеп, көзім қарауытып кетті. Телефон тағы да дір етті. «Егер ашпасаң, мен сені өлтіремін», деген жазу келді. Дәлізден енді 2 дауыс естілді. Бірі әпкемнің, біреуі менің даусым. Екеуі де бірге. «Есікті аш! Есікті аш!» Сол сәтте есік тұтқасы өздігінен қозғала бастады. Мен айқайлағым келді, бірақ даусым шықпады. Есік баяу ашылды. Ол айнада тұрған мен орнымда енді жоқ болатын. Ал дәлізде біреу сыбдырлап тұрды. «Рахмет! Енді сен мәңгілік келместесің. Енді мен сенің орныңа өмір сүрем».